Қайырлы күн, оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Тоқтар Әубәкіров қазақтың тұңғыш ғарышкері. Оқу мақсаты өмірбаяндық мәліметтерге сүйене отырып, шығармашылық және еңбек салаларындағы көрнекті қайраткерлердің елімізге сіңірген еңбектері туралы мазмұндау. Біз бүгін сабағымызда Тоқтар Әубәкіровтың ғарышқа қосқан үлесі туралы біліп үйренетін боламыз. Адам баласы ерте заманнан ғарышқа ұшуды армандады. Ақыл-ойдың кемелденіп, техниканың қуатты дамуы бұл арманның орындалуына жол ашты. 1991 жылы 2 қазанда Байқоңыр ғарыш айлағынан тұңғыш рет қазақ ғарышкері Тоқтар Әубәкіров ғарышқа ұшты. Тоқтар Әубәкіров алдына қойған мақсатқа жете алатын батырдың айқын үлгісі. Ол бала кезінен ұшқыш болуды армандаған. Тоқтар 18 жасында Қарағандыдағы ұшқыштар үйірмесінде жаттықты. 1965 жылдың маусымында бірінші рет ұшақпен көкке көтерілді. Тұңғыш ғарышкер Тоқтар Әубәкіровке ғарышқа ұшқан ерлігі үшін Қазақстан Республикасының халық қаһарманы атағы берілді. Кейін ғарышкерлердің қатарын Талғат Мұсабаев пен Айдын Айымбетовтер толықтырды. Оқушылар, енді мына берілген сұраққа назар аударып, осы сұрақтарға жауап беріңіздер. Мына берілген жауаптармен өз жауаптарыңызды салыстырыңыздар. Оқушылар, енді дәптерлерімізді ашып, мына берілген сұрақтарға жауапты жазамыз. Оқушылар, сіздерге үй тапсырмасын бергелі отырмын. Мен ғарышкер боламын тақырыбында эссе жазу. Өзіңіздің қолыңызды параққа қойып, алақандарыңыздың бейнесін қағаз бетіне түсіріңіздер. Әр саусаққа өз пікірлеріңізді жазуға болады. Балалар, бүгінгі дүниетану сабағымыз осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет.